Барша қазақстандықтар үшін жақсы жаңалық. Видеомыз астына бір емес, мыңдаған лайк барсаңыздар дейді. Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басыңыз. Қазақстанда 8 наурызда елдерге 1 миллион теңге берілетін болды. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, 21 атаулы және мереке күндерінде әкімдіктер мұқтаж қазақстандықтарға әлеуметтік көмек көрсетеді. Бұл ретте олардың тізбесі, сондай-ақ өңірлердегі төлемдер мөлшері әртүрлі және нақты әкімшілік аумақтық бірлік бюджетінің мүмкіндіктеріне байланысты болады. Республикалық маңызы бар қалалар, Астана, аудан және облыстық маңызы бар қала әкімдіктері мұқтаж азаматтардың жекеленген санаттарының тізбесін айқындайды. Әлеуметтік көмек оның ішінде тиісті бюджет қаражатынан төленетін атаулы күндер мен мереке күндеріне арналған мөлшерлемені белгілейтіні айтылған. Әлеуметтік көмек алушылардың өтініштерін талап етпей, уәкілетті орган немесе өзге де ұйым ұсынысы бойынша жергілікті атқарушы орган бекіткен тізбе бойынша көрсетіледі. Алматы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы өз кезегінде халықаралық әйелдер күніне орай тұрғын үй қорынан немесе үйге немесе жеке тұрғын үй қорына жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйге мұқтаждар есебінде тұрған көпбалалы отбасылар үшін үй сатып алу үшін 1 миллион теңге мөлшерінде бір жылға әлеуметтік көмек көрсетілетінін хабарлайды. Мереке күндері де берілген. Жаңа жыл 1-2 қаңтар. Наурыз мейрамы 21-23. Қазақстан халқының бірлігі 1 мамыр. Астана күні 6 шілде. Конституция күні 30 тамыз. Республика күні 25 қазан. Тәуелсіздік күні 16 желтоқсан. Бізге келіп түскен жауаптағы әлеуметтік көмектің бұл түрін көрсетумен Алматы қалалық инфрақұрылым дамыту басқармасы айқындайды. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратып қойды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.